Саламатсыздарбы оқушылар, бүгінгі біздің сабақтың тақырыбы магнит өрісі, ампер заңы. Сабақты бастамас бұрын біз магнит өрісі дегеніміз не, ол қай кезде пайдаланылады, соны қарастырып көрейік. Бізде күнделікті өмірде пайдаланатын өткізгіштер бар. Орысша айтқан кезде проволока деп атаймыз, иә. Сол проволоканың бойына бізде белгілі бір тоқ жүреді деп қарастырайық. Мына біздің проволокамыз болсын. Қарапайым мысал, күнделікті үйде телефон зарядкалап жүрген зарядканың шнур деп қарастырайық, иә. Бұның бойынан біз телефон зарядка деген кезде белгілі бір тоқ болады, ол тоқтың бағыты болады, оны біз Ом заңын қарастырғанда білеміз. Осы тоғы бар өткізгіштің бойында әрдайым, егер мына бойында тоқ болатын болса, әрдайым магнит өрісі пайдаланады. Магнит өрісі деп отырғанымыз, яғни магнит өрісі деп отырғанымыз, ол тоғы бар өткізгіштің айналасында пайдаланылатын өрісті біз магнит өрісі деп атаймыз. Магнит өрісі бірі болмайды. Өріс болғандықтан ол бірнеше өрістер болады, бір тоқтың айналасында, өткізгіштің айналасында. И ол өрістің белгілі бір бағыты болады. Яғни мына тоқ болатын болса, осы тоқтың айналасында белгілі бір бізде өріс пайда болады. Бұл өрістің бізде бағыты бар. Бұл өрістің бағытын біз оң қол ережесі арқылы анықтаймыз. Әуелі мына белгілі бір дененің өткізгіштің айналасында өріс пайда болса, осы магнит өрісін сипаттайтын шама бізде В деген әріпін белгілейміз, ол бізде магнит индукция векторы деп аталады. Енді қарайық. Магнит индукция векторы деп отырғанымыз В. Магнит индукция векторы. В. Өлшем бірлігі ТЛ, Тесла деген мен есептеледі. Тесла. Индукция векторы деп отырғанымыз, ол магнит өрісінің сипаттайтын шаманы біз магнит индукция векторы деп айтамыз. Енді белгілі бір бізде тоқ болсын, тоқ бізде былайынан орналасуы мүмкін, яғни біз өткізгішіміз былайынан орналасуы керек, тоқтың бағытына қарай. И мысалы былайынан кетіп жатқан болсын. Одан кейін керісінше дәл осындай өткізгіш, идің бағыты кері қарай болуы мүмкін, мына аяқта кетіп жатуы мүмкін. Болмаса өткізгішіміз жаңа бірінші мысалдай былайынан орналасуы мүмкін, тоқ жоғарыға кетуі мүмкін. Болмаса былайынан кетіп төмен қарай. Мына жерде біз сипаттап жатқан бағытымыздың барлығы бұл тоқтың бағыты, яғни тоқ күшінің бағыты, идің бағыты. Осы идің бағытына сүйене отырып, біз магнит өрісінің индукция векторының бағытын анықтай аламыз. Оны қалай анықтаймыз? Бұл жерде бағытын анықтау үшін, магнит индукция векторының бағытын анықтау үшін оң қол ережесі пайдаланылады. Енді қарайық. Мысалы, біздің қолымызды былайынан қарастырсақ, біздің бас бармағымыз болсын, мынау қалған саусақтарымыз болсын, мысалы, мынау біздің қолымыз болды деп қарастырайық. Осы қолымыздың бағытындағы мына біздің бас бармағымыз, ол нені білдіреді? Тоқтың бағытын білдіреді. Яғни, біздің егер тоғымыз былай жоғары қарай орналасатын болса, біздің бас бармағымызбен былайынан ұстағандай боламыз. Мына бас бармағымыз тоқтың бағытын білдіреді. Яғни, біздің тоқ қазір жоғары кетіп бара жатыр деген. Ал қалған бөліктері қаяққа қарай оратылып жатыр? Ішке қарай оратылып жатыр. Яғни, бұл бізде магнит өрісінің индукция векторының бағытын береді. Яғни, біздің жағдайымызда қазір мына жерде тоқ жоғары орналасып жатса, тоқ былайынан бізден әрі қарай байланып жатады екен. Яғни, мына магнит индукция векторы бізден әрі қарай ішке қарай бара жатыр. Ал енді қарайық. Екінші жағдайымызда, мына жағдайымызда тоқ кері қарай бара жатыр. Оң қолымызды аламыз, тоқтың бағыты төмен қарай. Яғни, біз қолымызды былайынан ұстауымыз керек болады. Тоқтың бағыты төмен қарай болады да, бізден әрі қарай бағытталып жатыр. Бұл нені сипаттайды? Магнит өрісінің индукция векторын сипаттайды. Яғни, мына жерде индукция векторының бағыты кері қарай мына бағытта қозғалып жатады екен, дәл сол сияқты мына жағдайда және мына жағдайда анықтауымыз болады. Ол кезде тоқ бізде былайынан орналасады деген сөз. Яғни, біз
былайынан аламыз, иә. Ал кері жағдайда, яғни былайынан кетіп жатыр біздің магнит өрісінің индукция векторы. Ал кері жағдайда ток былайынан орналасқан, яғни магнит өрісінің индукция векторы мына жағдайда жоғарыға қарай бағытталып жатса, мына жақта төмен қарай бағытталып жатыр. Бұның барлығы бізде сипаттап жатырмыз магнит өрісінің индукция векторын. Индукция векторын анықтап жатырмыз. Бұдан басқа бізде полюстарға қатысты мына жерде қарап жатқан неміз, қарасаңыздар, түзу өткізгіш, түзу шарғы деп айтады біздің жағдайымызда. Яғни біздің өткізгішіміздегі қарапайым түзу мынандай проволокалар болса, осы жердегі тоқтың бағытын, яғни тоқтың бағытына қарасты біз магнит өрісінің индукция векторын қарастырып жатыр. Одан басқа бізде тағы бір өткізгіштің түрі болуы мүмкін. Ол мысалы есептерді былайынан береді. Бұны бізде соленоид, я болмаса катушка деп атайды. Соленоид, я болмаса катушка. Яғни мынандай белгілі бір дене болса, осы дененің бойында өткізгіштер былайынан орналасып, яғни жіп байланғандай байланатын болса, ол бізде соленоид, я болмаса катушка деп аталады екен. Бұл жерде де біз белгілі бір тоқтың бағытын көрсетеміз. Мысалы, мына жағдайда ток былайынан бағытталған болсын, мына жерде бағытталған болсын. Енді бұл жерде есептің шартында дәл сол манағыдай оң қол ережесімен пайдаланамыз, тек біздің есептің шарты өзгереді. Яғни бұл жерде біз мана деген полюстың тек қана бағыты былайынан бағытталып жатыр деп түзу өткізгіш болса, былайынан кетіп жатыр, я болмаса былайынан кетіп жатыр деп көрсеткен болатынбыз, иә. Ал мына жерде уже полюстермен айтуға тура келеді. Бізде де соленоидтардағы әрдайым полюстар болады. N және S полюс, N солтүстік полюс, S оңтүстік полюс. Манағыдай тоже оң қол ережесімен анықталады. Былайынан қолымызды салып қояйық. Енді қарайық. Бұл жердегі біздің бас бармағымыз әрдайым N солтүстік полюс береді. Яғни біз тоқты қалай алсақ, солай солтүстік полюс орналасады. Ал мына қалған 4 саусағымыз бұл жағдайда тоқтың бағытын көрсетеді. Яғни мына жерде қазір тоқтың бағыты былайынан кетіп жатса, яғни былайынан кетіп жатыр деген сөз, мына саусақ бойынша мына жақтан келді, былайынан өтіп жатыр, әрі қарай тоқтың пружинка бойынша жалғасып жатыр деген сөз. Ал біздің бас бармағымыз қай жаққа қарай орналасқан? Мына жаққа қарай орналасқан. Мына жақ дегеніміз сонда қазір нені береді? N солтүстік полюс береді. Яғни біздің мына жердегі өткізгішімізде, мына жағы N полюс беріп тұр, мына жағы S полюс беріп тұр. Мына өткізгіштің бойына бізде былайынан магнит өрісі жүріп жатыр. Магнит өрісі келеді, екі түрлі мынағынан былайынан таралып отырады, мынағынан мына жағынан таралып отырады. Яғни полюс былайынан өрістер көп болады, бізде бірнеше өрістер болады деп айттық. Көбінесе бізде ұбт-да келетін есеп мынандай болады. Соленоидтың магнит өрісі аз болатын болмақ. Ол қай кезде аз болады? Мына жерде қарасаңыздар, мына жерде соленоидтың ұштары көрсетілген, мына жерде және мына жерде аяқталып тұр. Мына аумақта бізде магнит өрісі аз болады. Мына ортаңғы бөлігінде, мына аумақта бізде соленоидтың магнит өрісі көп болады. Неге деген сұрақ болатын болса, мына жердегі біздің магнит өрісі келеді, мына жоғарғы жаққа және төменгі жақта бөлініп отыр. Мына жақтан келіп, мына жаққа таралып жатыр, мына жақтан келіп, мына жаққа таралып жатыр. Ал мына аралықта олар барлығы бірігіп жатыр. Сондықтан мына аумақта магнит өрісі бізде көп болады. Ал мына жақтарда аз болатын аумағы, сонда соленоидтың басы және ұшында екен. Ал ортасында бізде не болады? Магнит өрісі көп болады. Бұл бізде магнит өрісі болды. Магнит өрісін бізде екі түрлі қарастырдық, түзу шарғыда және соленоидта. Енді біздің келесі тақырыпқа көше қояйық, ол бізде ампер заңы.
саны. Енді қарайық. Жаңағы біздің тоғы бар белгілі бір түзу өткізгіш. Түзу өткізгіш. Бұның бойында тоқ болмасын, яғни белгілі бір тоғы жоқ. Тек қана өткізгіш. Әзірге тоқ, яғни бір телефонда әлі зарядке қойған жоқпыз деген мысал, қарапайым мысал. Егер бұның бойына мен қазір белгілі бір осы өткізгішті былайынан жалғанған темір сым ретінде қарасайын, яғни проволок болсын. Мұнан аумағын екі жақтан тоқ заряд беретін қысырғышпен қысып қоятын болсам, және мына жерде амперметр жалап қояйық. Мына өткізгіштердің ұштарымен жалап қойып, мына жерде қарапайым өмірдегі тұрақты магнитті келетін болсам, тұрақты магнит деп отырамыз. Күнделікті біздің өмірде пайдаланып жүрген әртүрлі магниттер болады, көбінесе біз холодильниктерді жасап қоямыз, иә. Сол магнитті келіп мына жерде сипаттайтын болсам, мына жағы М полюс болсын, бұл жағы S полюс болсын. Сипаттап мынаған жақындататын болсам, мынаның бойында белгілі бір магнит өріс пайдаланады. Яғни, мына тұрақты магниттің әсерінен мына біздің өткізгішіміз өзімен өзі қозғала бастайды. Яғни, бағыты бойынша N жағымен әкелсем тартылуы мүмкін, S жағымен әкелсем кебілуі мүмкін. Бұл жерде былай қараған кезде зарядтардың қасиеті байқалып жатқандай болады. Бұл негізі магниттік қасиеттер деп аталады. Тұрақты магниттің әсерінен мына бойында тоқ пайдаланған кездегі пайда болатын күш, ол бізде ампер күші деп аталады. Ол бізде FA деген белгіленеді. Мынаның бойында тұрақты магнит әкелдік қой. Бұл тұрақты магниттің өзінің B индукция векторы бар. Яғни, мына жердегі мына өткізгіштің ұзындығына әсер ететін магнит индукция векторының әсеріне белгілі бір тоқ пайдаланады. Сонда ампер күштің негізгі формуласы F тең болады I B L деген формуланы. I деп отырғанымыз тоқ күші. Амперметрге жалған. L өткізгіштің ұзындығы. Қай аумаққа дейін тоқ жетеді? Өткізгіштің ұзындығы. B магнит индукция векторы. Және L өткізгіштің ұзындығы және FA ампер күші. Мына екі аралықтың бұрылу жылдамдығына байланысты кейбір септері синус альфа деп беріледі. Көп жағдайлары мына жерде синус альфаның мәні болмаса, альфаны 90 градусқа теңеп аламыз. Ал бізде синус альфа 90 градуста неге тең? 90 градуста ол бізде 1-ге тең. Сондықтан кейбір формулаларда мына синусты көрсетпей береді. Одан басқа біз ампер заңына қатысты не айта аламыз? Ампер заңын біз одан басқа бағытын анықтауымыз қалады. Есептерде бізде берілген жаңағы магнит индукция векторының бағыты беріледі. Бағыты бізде кейбір есептер нүктемен береді, кейбір нүктелерде крестикпен береді. Яғни, егер бізде магнит индукция векторының бағыты нүктемен берілетін болса, ол бізге қарай бағытталып жатыр деген сөз, крестик болатын болса, бізден әрі қарай бағытталып жатыр деген сөз. Жаңағы біздегі магнит өрісінің өзін анықтаған кезде, магнит өрісінің векторын анықтаған кезде, біз оң қол ережесін пайдаландық. Ал қазір біз ампер заңын анықтаған кезде, сол қол ережесін пайдаланамыз. Енді қарайық. Сол қол ережесін қалай анықтаймыз? Сол қолымызды аламыз. Сол қолымыз бойынша екі түрлі ереже бар. Сол қол ережесі және Фаренгейт ережесі. Ең оңайы бізге сол қол ережесі болады деп ойлаймын. Біздегі мына бағыттар бойынша алақан ол магнит өрісінің индукция векторын көрсетеді. Яғни, егер бізге қарай болатын болса, индукция векторы мына жақтан өріс өтіп жатыр деген сөз. Ал егер крестик болатын болса, керісінше бізден бері қарай өтіп жатыр, мына қарай кетіп жатыр деген сөз. Ол мына жақта, мына крестикті береді, ал мына точканы береді. Енді қарайық. L жоқ, бізде көбімізде қарастырамыз, тоқ пен магнит индукция векторының арасындағы бұрыш болады. Ал біздің мына 4 саусағымыз ол бізде тоқтың бағытын береді. Яғни тоқ қаяққа қарай бағытталса, біздің саусағымыздың бас жағы да сол жаққа қарай көрсетіледі. Ал мына біздің бас бармағымыз ол күштің бағытын береді. Енді бір жағдайда өткізгішке мысал келтіріп көрейік. Мысалы, тоқ жоғары қарай кетіп жатыр деп қарастырайық. Есептерде мынадан басқа индукция векторын мынандай қылып беруі мүмкін.
Бұл егер мынау бірнеше болатын болса, ол бізде магнит өрісінің индукция векторын көрсетеді деген сөз. Ал егер біреу ғана берілетін болса, ол бізде магнит өрісінің ток күшінің бағытын береді. Енді анықтап көрейік. Мысалы, өткізгіш нүкте, яғни бізден әрі қарай бара жатыр. Мына жерде айналасында былайынан үлкен бір тоқты алайық. Яғни тоқтың бағыты жоғары қарай бағытталған суретте, және индукция векторы өріс бізден әрі қарай бара жатыр деген сөз ғой. Яғни нүкте мына жақта тұрады, бізден әрі қарай өзімізден аламызды әрі қарай көрсетеміз. Сол кезде тоқтың бағыты қай жаққа барып жатыр? Бізде солға қарай бағытталып жатыр. Демек, F ампер күшінің бағыты қай жаққа қарай бағытталады? Солға қарай бағытталады. Мына жерде тоқтың бағыты, өрістің бағыты біреу болмайды, бірнеше. Бізде жаңа өріс біреу болмайды, бірнеше болады деп айттық қой. Сондықтан бірнеше болады. Ал енді екінші жағдай болсын, магнит өрісінің индукция векторы былайынан бағытталып жатыр. Ток бізде нүкте болсын. Яғни ток бізде өзімізге қарай бағытталып жатыр, ал магнит өрісінің индукция векторы мына жаққа қарай кетіп жатыр. Мына жаққа қарай кетіп жатыр дегеніміз біздің алақанды қиып өту керек қой. Сол кезде бізде былайынан орналасады. Ток өзімізге қарай бағытталып жатыр, иә? Міне өзіме қарай бағытталып тұр. Ал индукция векторы мына жақтан өтіп жатыр. Сол кезде күштің бағыты қай қарай бағытталады екен? Жоғары қарай бағытталады. F күш, F ампер күші жоғары бағытталады. Сонымен оқушылар, бүгін біздер магнит өрісінің не екенін қарастырдық. Тоғы бар өткізгіштің бойында бізде түзу өткізгіш және тоғы бар шарғы, яғни соленоид, яғни катушка бар кезіндегі магнит өрісінің бағыты қалай анықталатынын қарастырдық. Және осы өткізгішке әсер ететін күш біз ампер күші. Ампер күшінің негізгі физикалық формуласы, олардың бағыттары, магнит өрісінің бағыты қалай болады, тоқтың бағыты қалай болады, нүкте болған кезде қалай қарастырамыз, крестик болған кезде қалай қарастырамыз, соны қарастырдық. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.